Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар мен көрермендер? Бүгінгі музейлік сабағымыздың тақырыбы қоянды жәрмеңкесі. Жәрмеңкедегі негізгі сауда 4 түлік мал. Оның ішінде қой саудасы негізгі рөл атқарған. Сонымен қатар жергілікті мал және мал өнімдеріне Батыс Қытай, Монголия, Үндістан, орталық Ресей саудагерлері өз жерінен қолданыстағы сауда бұйымдарын айырбасқа салған. 1855-1962 жылдары қазақтардың мал санын азайып кетуіне қарамастан 1869 жылы қоянды жәрмеңкесінде саудаға түскен мал бағасы жарты миллионнан асып түскен. Қоянды жәрмеңкесіндегі малдың бағасы сол кезде сиыр 18-32 рубльді, қой 2-5 рубльді, жылқы 22-30 рубльді құраған. Жәрмеңкедегі негізгі сауда 4 түлік мал. Оның ішінде қой саудасы негізгі рөл атқарған. Сонымен қатар жергілікті мал және мал өнімдеріне Батыс Қытай, Монголия, Үндістан, орталық Ресей саудагерлері өз жерінен қолданыстағы сауда бұйымдарын айырбасқа салған. 1855-1962 жылдары қазақтардың мал санын азайып кетуіне қарамастан 1869 жылы қоянды жәрмеңкесінде саудаға түскен мал бағасы жарты миллионнан асып түскен. Қоянды жәрмеңкесіндегі малдың бағасы сол кезде сиыр 18-32 рубльді, қой 2-5 рубльді, жылқы 22-30 рубльді құраған. 1912 жылы қоянды жәрмеңкесінде банк бөлімшесі ашылады. Сол банкте тұрған жылжымалы сандық сейф 1845 жылы Ресейде жасалған. Қоянды жәрмеңкесінде сауда-саттықтан пайда болған ақшалай қаражатты сақтау үшін арнайы Ресейден алғызған. Осы сейф арқылы жәрмеңкеден түскен ақшаны Қарқаралыдағы банкке жеткізіліп отырған. Бұл сейфтің ашылу құпиясы кілттің жанындағы тетігін арқылы құлыппен ашылады. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл темірден жасалған сандық өте ауыр. 8 әскери солдат көтерген. Бұл сандықты Қарқаралы аудандық қалалық басқармасының басшысы Тойымбеков Мұрат Тәңірбергенұлы тапсырған. 1894 жылы Қарқаралыда қоянды жәрмеңкесінде ашылған мемлекеттік банкта тұрған Миллер сейфі. Бұл сейф 1857 жылы Ресейде жасалған. Салмағы 1,5 тоннаны құрайды. Бұл сейфте де қоянды жәрмеңкесінен түскен ақшалай қаражаттарды сақтаған. Қарқаралы ауданынан 52 шақырым, Ақжол ауылынан 18 шақырым орналасқан Қоянды ауылы алдарыңызда. 1948 жылы Қоянды деген жерде айырбас сауда орталығы ашылды. Ұлан байтақ Қазақстанның қай түкпіріне барсаңыз да, біздің Қарқаралыны білмейтін жан жоқ екеніне көзіңіз жетеді. Бір ғажабы, оның аты аталса, Қоянды жәрмеңкесі көлеңкеше қосарлана кетеді. Ол кезде Қояндыда қоян өріп жүрген, қасында Тоқпан тауы бар. Іргесінен Талды өзені өтіп, Қарасор көліне құяды. Су бетінде қаз бен үйрек жыртылып айырылады екен. Ал Қарқаралы мен Баянауыл арасында 12 бекет болыпты. Қоянды қаладан санағанда екінші көрінеді. Жаңағы хабарды естіген Талды өзені мен Қарасор, Балықтыкөл бойларындағы Сиырлы өлкесіндегі Қаракесектің, Шаншар, Құттыбайдың ұрпақтарының адамдары малды айдап, жүн жұрқаларын, тері-терсектерін сүйретіп, бекетке қарай ағылады. Қысқасы, зауыты, фабрика жоқ қазақтар үшін Қоянды керек жарақтарын табатын орынға айналған. Қоянды жәрмеңкесі ұлтымыздың өнер саңлақтары түлеп ұшқан өнер мектебі десе де болады. Мысалы, қазақ халқының атақты әншісі, сырнайшысы Майра Уәлиқызының танымал болуына осы жәрмеңке себепкер.
Қалибек Қуанышбаев көп күнге созылған жәрмеңкенің талай кештерінде даусын бірде бала, бірде кемпір, бірде шал қылып құбылтып атын бүкіл қазаққа әйгілі етеді. Осының өзі қазақ театрын осы жерден бастау алғандығын көрсететін дәлелдердің бірі. Әсіресе қоянды жәрмеңкесі кейін қазақ өнерінің шоқ жұлдыздары атанған Әміре Қашаубаев, Қали Байжанов, Әбдінің Омары, Иса, Қажымұқан, Балуан Шолақ, Иман Жүсіп, Абай сияқты атақтыларды халыққа танытты. Қоянды жәрмеңкесі көптеген ақындардың, палуандардың, халық циркі, артистерінің тағы басқа өнерлерін тамашалайтын орынға айналды. Сондай-ақ жәрмеңке төрінде ойын-сауыққа да кең орын берілген. Айтыс, күрес, өнер сайысы жиі көрсетіліп отыратын болған. Арқа төсінде 82 жыл дүрілдеген қоянды жәрмеңкесі үлкен нәубет алдында 1930 жылы біржолата жабылды. 1930 жылы жәрмеңкенің құрылыстары жаңадан құрылған колхоздарға берілді. Сөйтіп қоянды атты елеусіз жер атауы қазақ даласындағы алғашқы сауда-саттықпен тікелей байланысты тарихи атауға айналды. Құрметті оқушылар, қоянды жәрмеңкесі тек сауда орны ғана болып қоймай, сонымен қатар өнердің, спорттың, мәдениеттің дамуына үлес қосты. Осындай мәдени ошақтың тарихы туралы біліп жүріңіздер. Туған өлкеміздің тарихын бірге танайық. Назарларыңызға рахмет.